Құрметті қазақ стейдж мемберлары, сіздер өте бақыттысыздар. Неге десеңіз, біздің аға буын аламниктердің қол жеткізіп кете алмай кеткен дүниелеріне қол жеткіздіңіздер. Мерч, Қыз Жібек, оның айғағы. Қыз Жібекті жай ғана қойып қана қоймай, оны керемет деңгейде қойдыңыздар. Осы проект, қойылым бізді өте қатты бір-бірімізбен байланыстырды. Әр қайсыларының орындарың ерекше. Бір-бірімізге өте қатты ыстық, бауырлық қарым-қатынастар орнаттық. Жай ғана клуб мүшелері ғана болып қана қоймай, біз бір отбасыға айналдық. Кейін қойылым келесі семестрге шегертілгеннен кейін кейбір каст мүшелері отмена берді. Мен ойнай алмаймын, басқа семестрге басқа пландарым бар деді. Жақсы дедік, экстренный мера қабылдадық. Сөйтіп жаңа леп, жаңа мүшелер қабылдадық. Өте дарынды мүшелер. Олар бізге келген Алланың сыйы. Өте еңбекқор. Ортамызға тез сіңісіп кетті. Олар келіп, бірден мейн кастинг рөлдерін алуға да қорықпады, бізге қатты көмектесті. Солай, екі семестр арасындағы репетицияларда сенің характерің больше Бекежанға келеді деген әңгімелер шығып, мен қайтып Бекежан болдым. Менің ойымдағы Бекежан бірақ сәл басқашалау болды. Мүсіреповтің пьесасындағы Бекежан. Кейін кішкене ол өзгерді. Ақырын оны да байқадық, көрдік, сөйтіп қабылдадық, сосын алып шықтық деп ойлаймын. Кейін көре жатармыз. Көп эмоциялар берді маған. Қуаныш, жаңа нәрсені көру, өзіңе мне не к лицу дейтін дүниелерді көру қалай болады екен деген сияқты. Зажимдардан құтылу, барынша тырысу хотя бы. Даму, персональный даму байқадым. Сіздерге де тілерім сол. Университет, студенттік клубтар, Қазақ стейдж сіздерге күшті керемет мүмкіндіктер беріп жатыр. Сол мүмкіндіктерді сіздер байқасаңыздар деймін. Мүмкіндіктерді көрсеңіздер, өздеріңіздің дамуларыңызды, өздеріңіздің өзгерулеріңізді байқасаңыздар, бағаласаңыздар деп тілеймін. Мен сіздердің барлықтарыңызды жақсы көрем, особенно командамды жақсы көрем. Парламент, мне очень сильно повезло. Сіздердің бар болуларыңызға, менімен бірге жұмыс жасап, маған сенгендеріңізге мен қатты ризамын. Барлықтарыңызды жақсы көрем, барлықтарыңызды құшақтадым. Бірақ шектеге жібермеймін. Бекежанға қалыңыздың дейсіз маған шектеге бару керек. Жібек, сен маған ашулысың ба? Не айтарымды білмеймін даже. Өздерінің миссияларында орнындашы. Өте көп нәрсе бар, негіз айтатын. Жалпы Қыз Жібек дегеніміз махаббат туралы спектакль ғой. Өздерінің махаббаттарын көрсетіңдерші. Неден бастарымды да қазір сенімді емеспін. Treat it like as if it is a rehearsal. Реально, репетицияда қалай ойнадық. Мен кеше қарап отырдым да, тамсанып отырдым. Қазір 12 наурыз қойылымға 2 күн қалды. Бүкіл өздерінің істерімен дайындалып жүр. Мына жаққа қарасам, Сымбат бар,
Аяна бар, Әлібек бар дәл алдында, мына камераның арт жағында құмдарға жаңа пыбаның сыртынан не жағып жатыр, аэрозоль жағып жатыр, құмдар жағып жатыр. Артында көріп тұрсаңыздар, актерлар қайтып бара жатыр, жаңа прогон жасағанбыз. Жалпы осы көрініске бір қараған кезде светтерді жанды сөндіріп жатыр. Қараған кезде бір әдемілікті ғана көремін. Мен дәл қазір сахнада отырмын ғой. Егер осы камераны менің көзіме қойып қоятын болсақ, қандай красота тұр. Тамсанып отырдым каждыйларыңа. Мен каждыйларыңа сенемін, ағайын. Барып, репетиция бітті ғой кеше. Бір көз алдыма елестеттім, каждыйы өзінің рөлін күшті, әдемі етіп алып шыққан. Каждыйларыңызды жақсы көремін, ағайын. Егер сіздер қойылымның өзін көрсеңіздер, қандай красота көресіздер. Жаңағы актерлардың ойнаған ойынынан, олардың сөйлеген сөздерінен, тұрған тұстарынан, киімдерінен, олардың бір-біріне деген отношенияларынан тек қана әдемілік пен красота көремін. Екеуі бір нәрсе. Мен әйтеуір осындай әдемі дүниенің бөлігі болғаныма өте қуаныштымын. Барлығына Құдайға шүкіршілік етемін. Осындай ортаның бір бөлігі болғаныма. И сол ортамен осындай дүниені жасағаныма. Мен әрқайсыларыңызға жұмыс істеп жүрген әрқайсыларыңызға рахмет айтамын. Мен қазір бүкілінің аттарын қай нәрсеге жауапты екенін бүкіл айтып шықсам бір авария болып тұратын шығармын, бірақ түрлеріне қараған кезде мен бір умиление болады. Барлықтарыңа рахмет. Ең алдымен сол рахметімді айтқым келеді. Осы уақытқа дейін шаршап, шалдығып, ұйқыларыңды бөліп. И рахметтен басқа ештеңе айта алмаймын. Мен реально бақыттымын. Осындай мен армандаған бір проектті жүзеге асыруға көмектесіп жүрген адамдардың талпынысына қарап, олардың жалпы түрлеріне қарап бір марқайып қаламын реально. Әрқайсыларыңызға рахмет. Бұл өте ұмытылмас бір дүние. Осы дүниені өмірімнің драматичный болса, өмірімнің ең бір жарқын сәттері ретінде сақтап қояр едім өзімнің дневнигім болса, или там галереяда фотка видеолар болады, соның ішінде любимый деген болады, соған тығып қоямын. Рахмет барлықтарыңызға. Айтар басқа сөзім жоқ. Тырыстым ішімдегі толқыныстарды жеткізуге. Ол толқыныстардың бір бөлігі ғана ретінде жеткізіп қалған шығар, бірақ реально қатты I'm so grateful for each one of you. И дальше жалғастыра беріңіздер. Өтінемін, Қазақ стейдж осындай творческий іштеріңіздегі амбицияларыңызды, шабыттарыңызды ешқашан сөндіртпеңіздер. Сабақ, жұмыс деп жүріп, өздеріңіздегі махаббатты, өздеріңіздегі еркелеп тұрған іштегі кішкентай балаларыңызды сыртқа шығара беріңіздер. Өздеріңіздің продакшн дизайн болсын, дизайнға қаншалықты құмарсыздар, актерскийға қаншалықты құмарсыздар, немесе тағысындағы бізде біраз адамдар бар ғой, звук, музыка, свет, технический бөліктері, организация, бүкілін айтып келсек, әркім бір жерде тіреп тұрған адамдар деп ұзақ сөйлеп кетпейін. Мен айтайын дегенім, бүкіл жұмыла осындай әдемі дүниені істедіңіздер. Үлкен молодецсіздер, жарайсыздар. Мен мақтан тұтамын барлықтарыңызды. Бұл қойылым не көрмеді? Қаншама рет жазылып өзгертілді. Сол арада өкімет ауысты ма? Төлеген Бекежан болып, Бекежан демалам деді ма? Бірақ осындай уақытта да өзгермейтін нәрселер бар. Менің атым Әдемі, мен техникалдың хедімін. Және осы сәтті пайдаланып, мен техникалдың балаларына өте үлкен алғыс айтқым келеді. Свет болсын, звук болсын, мейк, реквизит жасаған, киім жасаған барлық әрбір бала осы грант қойылымда өте үлкен үлес қосты.
Сонымен қоса техника болмай тұрға басқа департаменттарда үлес қосқан балаларға алғыс айтқым келеді. Біз бір аптаның ішінде грант қойылымға арналған бүкіл реквизитті өте тез жасап шықтық. Жұма көтерген жүк жеңілдеп, барлық ойға, Ерасылдың ойына келген бүкіл нәрселерді шындыққа айналдыра алдық деп сенемін. Өте қатты шаршап қалдық негізі, аяғына қарай бір-бірімізді қырыса бастадық, ұрыса бастадық, бірақ не дегенмен біздің балалардың аяғына дейін шыдап істеп жүргеніне рахмет айтқым келеді. Біз күтпеген проблемалардың бірі болған, ол киіммен байланысты болды. Біз киімді тіктіреміз дедік қой, бірақ та оның жартысын қайдан тіктірдік, оның жартысын өзіміз тігіп, сондай нәрсе болды. Сол кезде костюмерлердің тоже аз уақытта оның барлығын жұмысты берсек те оны істегеніне рахмет айтқым келеді. Және де көп нәрселер негізі біз жұлдызды аспан түсіргіміз келді деген нәрселер болды, бірақ техникалық нәрселермен ол проблемалар көп болды. Соны жасадық. Негізі біз өте молодцы. Осылай. Бәріңе сәлем, менің есімім Бағдаулет. Қыз жібек қойылымында Сансызбайдың рөлін сомдаймын. Бұл рөл таңдауымның себебі, мен өзім Қазақстанда болғаныма 1,5 жылдан асты. Және бұл алғашқы масштабты біздің қазақша қойылым, мен бар кезде клубтағы. Ал жаңа себепке оралсам, Сансызбайдың кейіпкеріне мен өзімді көре алдым, өзімнің кейбір жеке качестволарымды. И қызық нәрсе, мен Төлегеннің прототипі бар шын өмірде. Бірақ егер Сансызбай ретінде мен Төлегеннің інісі болып ойнасам, шын өмірде Төлеген прототипі ол менің інім. Ол Төлеген сияқты авантюрист, кез келген нәрсеге көрсе қызар, дайын тұрады, сондай. Және мен оны аға ретінде көбіне басып отырамын. Бірақ бұл жердегі қызығы, мен інісімін, яғни мен сөзім тікелей жүрмейді оған, мен көндіруге тырысамын, әртүрлі жолмен айтуға тырысамын, бірақ інісі болғаннан кейін оны кішкене бөлек, мен өмірді басқа жағынан қараған сияқты болдым. Сол жағынан өте қызық болды. Сансызбай негізі өзі кейбір жерлерде импульсивті болып көрінуі мүмкін, бірақ өте сабырлы, артын ойлап жүретін адам, ата-анасын да ойлайды, жан-жағындағы барлығын ойлап жүріп, кейде тіпті өзін де ұмытып кетеді. Ал қойылымға жайлы айтатын болсақ, қойылымның дайындығы өте хаотичный деп айтсам болады. Арт жағында мысалға көре аласыздар, қазір болып жатқан барлығы апыл-ғұпыл жұмыс жасап жатыр. Бір күн жақсы болған сахна, екінші күні бір себеппен кішкене өкінішті болып қалады. Ал екінші күні басқа сахна, біз шикі деп жүрген сахна ең керемет болып шығады. Сонысымен, непредсказуемый деп айтқан орысша, сонысымен өте қызық. Және мен осы қойылымды өте сәтті болады деп ойлаймын. И қойылым күні көрсеміз деймін. Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Парасат, және де мен Қыз жібек қойылымында Төлегеннің рөлін сомдадым. Жалпы бұл Қазақстадағы менің бірінші семестрім. Сондықтан да ең басында қобалжу болды. Төлегеннің кастингін өткеннен кейін репетицияларға келу, күнде келу, өз уақытымды бөлу мен үшін бір жаңа бір экспириенс болды, тәжірибе болды. Сондықтан соны бір қабылдау өзіме қатты ұнады. Ары қарай дамыта беру, жаңағы актерлық қабілеттерді басқа адамдармен танысып, оларды сезініп, жаңағы қойылымда, сценада олармен бірге жұмыс істеу, ол өте үлкен еңбек болды деп ойлаймын, тәжірибе болды. Жалпы Қыз жібек қойылымы структурасы және де қойылған сценалары, оқиғалары маған қатты ұнады. Өзім Төлеген сияқты кейіпкерді алғаныма Ерасылға көп рахмет, Жансайға көп рахмет. Жалпы қандай сезімдер? 2 күннен кейін қойылым болады.
кішкене қобалжу бар, бірақ өз рөлімді жақсы ала аламын деген ойдамын, Алла қаласа. Сол осы Қазақстейшқа осындай күшті қоғам отбасы тапқаныма қатты қуаныштымын. Осы Қыз жібекке маған мүмкіндік беріп тұрғаныңызға барлықтарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға сәлем. Менің атым Жанель. Так волнительно. Мен Қыз жібек қойылымында басты роль Қыз жібекті сомдаймын. Өзім айтып отырып, өзім сенбеймін, потому что бұл идея негізі ең басында сол августтың ең басында болды. Сол кезде барлығы не болып көрінетін, әлі ештеме жоқ, қаңқасы да жоқ. Бірақ мен 100% бұл проекттің жаратынына вау болатынына сендім. Сосын өзім де загораться етіп кеттім. И содан бері андай болды да, қаншама жоқ деген белгілер болды. Біз негізі ана семестр қойын деп, сосын жоқ болды. Сол кезде қарсы шығып айтасың ғой, жоқ болады барлығы деп жүгіріп жүргеніміз есімізде, қаншама слезы болды, реально. Бірақ барлығының өз хайры бар дегендей, тура ең көркем, ең әдемі жолмен бізге осы қойылым, Қыз жібек қойылымы келді, және премьераға 2 күн қалды. Мен өте қатты қобалжып тұрмын. Біздің барлық салған еңбегіміз, ең басты ішіміздегі потенциалды көрсету, әлемге сенің де бір лепта дейді ғой, сондайыңды қалдыру, қазір іске асып жатқан байқаған кезде вау дейсің. Ең басында көрінуі мүмкін бұл жай ғана қойылым деп, жай ғана клубтық шара, всегда болатын деп, бірақ мен үшін білмеймін, как будто ешкім жасамаған бір үлкен дүние шығатынына 100% сенімдімін. Мен бұған өзімнің душамды бердім, өзімнің махаббатымды, өзімнің қаншалықты эмоцияларымды. И сол просто ішкі желанияны қолдаған адамдарға көп рахмет. Андай болды, все, тоқтатайық осы проектті деген. Бірақ бір сила, как будто сверхъестественный бәрін ұстап тұр, жоқ боламыз деген. И солай бұл үлкен дүниені бұйыртса жарыққа шығармақшымыз. Сол айтарым. Ең бастысы көп рахмет айтамын. Көп рахмет, еще берекелі айда қойып жатырмыз. Сондықтан бізге көп сәттілік, және барлық командаға көп рахмет. Қаншалықты күлкілі болмаса да айтайын, бұл менің өмірді жеңіп алғанымның тағы бір дәлелі болмақшы. Сол. Сәлем! Менің атым Амина. Вдруг будущее поколение мені білмейді. Таныстырып кетейін өзімді. Қазақстейшқа 3-ші курста кіргем. Қазір магистратураның 2-ші курсында бітірейін деп жатырмын. Сол себептен ойлап қарасам, бүгін негізі менің Қазақстейштағы соңғы репетициям екен. Өйткені бүгін соңғы репетиция, ертең Құдай қаласа бізде Қыз жібектің премьерасы болады. Одан кейін енді бізде қойылым жоқ осы семестрға. Сондықтан мен соңғы репетициям өзімді жақсы сезініп тұрмын. Тек Қазақстейшті сағынатыным анық. Мен негізі Қазақстейштің барлық кіргеннен бері болған барлық спектакльдарға мен қатыстым. Басты рөл болсын, массовка болсын, кейбір қойылымдарда биледім, 10 секундқа шықтым деген сияқты болса да, бүкіл қойылымдарға қатыспын. Сахнада болыппын, мен сол үшін өте қуаныштымын. Қазақстейш ол менің универдағы алғашқы махаббатым деп айтамын әрдайым. Өйткені Қазақстейшті шынымен өз жан тәніммен қатты жақсы көремін. Өйткені бұл жай ғана клуб емес, мен үшін өте маңызды адамдар, достар, орта, дамитын орта, қазақи орта, және де менің ойымша болашағы жарқын.
орта деп білем. Премьераның алдында кішкене алаңдап қобалжу бар. Алаңдап жүрген жоқ, қобалжу керемет. Барлық спектакльдерде солай керемет болады. Бірақ әр спектакль жасаған сайын әрқайсысында бізде керемет прям дамулар бар да. Мысалы, ең бірінші тақиялы періштемен сравнивать етсек, одан кейін махаббат қызық болушылар бірінші рет біз 10-шы қолда аншлаг жасадық. Одан кейін бір емес 3 рет қойдық махаббат қызық болушыларды сұраныс болып. Одан кейін біз ғашықтарды қойдық. Ол да өзінше керемет болды. Одан кейін біз кішкентай ханымдарды көкек ұясын қойдық, шетелдік шығармалар болып. Ол кішкентай ханымдарды 3 күн қойдық. Көкектің ұясын біз Мейнхоллда бірінші рет қойдық. Енді Қыз жібекті де Мейнхоллда қояйын деп жатырмыз. Бізде полный sold out, бірде-бір билет қалған жоқ, бірде-бір орын қалған жоқ. Барлығы өз әр орында адам болады. Яғни былай айтқанда енді аншлаг қой бізде. Полная посадка, біз соған өте қуаныштымыз. Тіпті регистрацияның 27 минутта, 20 минутта біткен біліп қуанамыз. 800 адамнан астам адам регистрация жасады. Бұл біз үшін өте үлкен бақыт. Біздің осы дамып жатқан ортамызды басқалардың қадірлейтініне, құрметтейтініне, күтетініне біз өте қуаныштымыз. Және де менің ойымша біз өте дұрыс нәрселерді пропагандировать етеміз. Қазақтылықты, қазақ тіліне деген махаббатты, және де қазақ тілін өнерде қалай қолдануға болады, қандай өнер жасауға болады, сонымен бөлісеміз біз. Және де біздің көрермендеріміздің көңілінен шығатынына өте қуаныштымыз. Сол, жалпы өте бақыттымын. Казастейджға кіргеніне өте бақыттымын. Енді Казастейджға рахмет. Және де енді алам не болып келем деп ойлаймын. Мен Казастейджді жақсы көремін. Казастейдждің құндылықтарын, Казастейдждің осы ортаны аңсап келеді барлығы. И сол ортаны сақтап қалуға барлық күштерін салса деп ойлаймын. Егер будущий поколениеміз көріп жатса, Казастейдждің құндылықтарын қадірлеңдер, құрметтеңдер. Және де жақсы араласыңдар, осы ортаны сақтап қалыңдар. Барлығына рахмет және де сәттілік.